Сәлем менің каналымның көрермендері. Бүгін мен бауырсақ дайындайтын боламын. Қытырлық бауырсақ. Біздің Қызылорда жақта ши бауырсақ деп атады. Солай болса кеттік. Мен 3 жұмыртқа қосам. Біздің жұмыртқамыз комнатный температурада, яғни жылы болу қажет. Осындай үлкен қасықпен 3 қасық қант қосамыз. Және жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыз да болады. Қоспамыз дайын болды. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Жұмсақ қамыр шығады. Енді біз бұны осындай пищевой пленкамен орап қоямыз. 5-10 минутқа қойсақ жеткілікті. Бұдан кейін біз ши бауырсағымыздың қамырын жайып істеуге болады. Қамырымыз өте жұмсақ болып дайын болды. Енді жаямыз. Мен сүйікті әшімді ойлап жатыр. Жұмсақ қылабымыз. Жаямыз. Тек жұмыртқаға еленгендіктен ши бауырсақ қатты болып қатқанмайды. Бірақ күтірлеп тұрып тұратын болады. Барынша жұқаға етіп жаямыз. Жайып дайындадым. Енді бұны жақсылап кесеміз.
Şundan pişirsin. Примерно осындай pişirin. Formasını özleriniz қалағандарыңыздай pişirіңіздер болады. Ол жабыспайды, өйткені тек жұмыртқаға бөлгендіктен. Сол үшін де қатты уайымдамаңыз. Бір-бірінің үстіне қойып пісе беруге болады. Бізде осындай ширақ сақтарымыз да болады. Kabarım. Habir yaraf. Aslında benim aslında kısıttırılmayı kapsayınız. Осылай ақшылдап қала береміз. Қатты қызартпаймыз. Маған осылай ұнайды. Қатты қызарғанын қаласаңыздар, қызартып алсаңыздар да болады.